Короче, бұл өте қымбат болғанымен шашты өте жұқа емес мен шашпау өте тез тарайды. Почти ішінде көп. Мен кішкене ғана қолдандым. Иісі де нашар емес. Өте керемет. Маған қатты ұнайды иісі де. Как бы примерно стоит 3000 теңге. 3000 теңге әйтеуір. Сол тұстар өте қымбат. Бірінші шампунь осы. Келесі шампунь. Достар, міне осындай шампунь. Бұл қанша халық деп ойлайсыздар? Ойлаңыздар. Примерно комментарийға жазып кетіңіздер, қанша қалдым деп ойлайсыздар. Соны кешірім сұраймын, астымда бұндай ақаулар болып тұрады. Қателіктер. Короче, бұны қанша қалдым? Жасырып тұрмын сіздерде. Айтыңыздаршы. Тескі шампунь. Бұндайсы қатты жоқ. Бірақ бұл да шашылды жұқа әдемі етіп тарайды. Иісі жоқ болғанымен күшті. Бұны мен қанша 500 теңгеге алдым. 500 теңге. Мынандайдың өзі 500 теңгеге алдым. Келесі зат. Осы зат. Фаберліктің комнатаға теуіп қоюға болады. Иісі жемістермен. Комнатаның иісі өте күшті болады. Қараңыздар.
соған жақын. Сабынымыз детский сабын ғой, сары түсті секілді. Ол бізде 420 теңгеден болды. Тоже мама. Қандай сырты? Сырты қандай еді? Айтпақшы, 350 теңгеге сыртынан көрсем. 350 сыртта жатыр сырт. 350. Жақсы қолданып келеді. Әдемі. Келесі затымызды көрсетейін. Келесі затымыз крем болды. Өте жақсы крем. Келесі резинке. Тағы резинке. Короче, бүгінде шаштарымды жинап жүремін. Мынау просто. Келесі менің щетка. Деп зеркалға, короче, деп затындайларға. Қараңыздар, короче, фокус. Міне. Короче, газ көрсетемін. Короче, сол көтереді бәрін. Келесі, ойбай. Келесі затымыз бізде. Бұны ұйықтар кезде ғана тағамын. Және де күтім жасап жатқан кезде. Екінші четка.